Енді бәрін осылай тігіп аламыз. Бір тігіспенен. Енді құрастыруға көшеміз. Біздер оның алдында матаның астына мынандай белгі қойып алдық, бәріңіздің есіңізде болса. Мен осылай бәріне белгілеп шықтым, мінекей. Ең бірінші сол белгі бойынша ортасын қойып шығамыз матамызға. Көрпешеміздің ортасын осылай отырады, мінекей ромбик болып түсу керек қой. Сол осылай қойып аламыз. Үшеуін, одан кейін қалғандарын жандарына жайғастырып шығамыз. Қазір қараймын. Бүйтіп қойған кезде стрелка былай қарап тұр. Бірінші артына қойып жинаймын осылай. Сосын алдына қаратып аламын. Жинап қойғаннан кейін, тігіп қойғаннан кейін. Егер бұлай жасамайтын болсаңыздар, жаңа бұл дөнеді ғой екі жаққа қарай мысалға. Ақшылдау болып тұрады бір жағы жаңағыдай қанық қою түс болып тұрады. Сондықтан бір бағытқа жинау керек. Сол кезде көрпешелеріміз әдемі шығады. Енді екіншім симай қалды. Пока екеуін көрсетейін. Енді мынаны аламыз. Ортасы үшеу болады, сосын жаны да үшеу болады. Үшеу болады жанына. Сол кезде осылай қойған кезде мына шетіне қоятын матаны екеуін екіге бөлеміз. Үшеу болады ғой. Ал үшіншісін төртке бөлеміз. Себебі мынандай төрт жағына қоямыз. Мынандай төрт жағына қоятын боламыз. Ал екеуін бөліп, аржанда тағы біреу бар. Ортасында осындай төрт жағына, екі жағына екеуін кесеміз. Үшіншісін мынандай төрт бұрышына қойып шығамыз. Енді мына шетіне қоятын матаны қараймыз осылай. Бұның да қай бағытқа қарап тұрғанын тауып аламыз. Қайшы майда кетіп қойды. Бағыты былай қарап тұр, мынаның да бағыты былай қарап тұр. Енді мына шетіне қоямыз мынаны. Онда осылай аударып, бағытын тауып аламыз. Бүйтіп қоямыз, онда осылай ромбик. Осылай түседі ғой енді. Бағыты былай қарап тұр. Демек, біз мына ортасынан қиып алатын боламыз. Екіншісінде дәл солай қиып аламыз. Осылай екі бүктеп. Екі бүктейміз. Қимай тұрып, біріншіні екіге бөлініп кететін болғандықтан мына жағына да белгілеп аламыз борменен. Мына жағында стрелка бар, мен былай қарай белгілеймін мына жағында. Осылай белгілеп аламыз. Енді былай бүктеп қиып аламыз. Бұл негізі тігіншілердің құпиялары, бұл негізі YouTube каналда айтылмайды. Мен бәрін қарап шықтым. Сондықтан міне осылай болады. Енді бағыты былай қарап тұрған үшін оны мына жағына қоямыз. Ал мынаның бағыты былай қарап тұр, мына жағына қоямыз. Көрдіңіздер ғой, бәрінің бағыты мынаны былай қойдым ғой. Мынаның стрелкасы да былай қарап тұр, қарасаңыздар бәрі стрелка бір жаққа қарап тұр. Осы бойынша осылай екіншісінде дәл солай қиып аламыз. Бағыт бойынша бәрін осылай орналастырып алдық. Матаның арт жағы түсінбей қалмаңыздар қыздар. Осылай. Екі бұрышы. Біреу симай қалғандықтан тек екеуінен проба көрсетіп отырмын, мысал ретінде сіздерге. Екінші бұрышы. Осылай бағыт бойынша жинап шығамыз.
жинап шықтық. Енді тіккен кезімізде, ең бірінші тігіп бастаған кезде міне мына екі басты қосып тігіп аламыз. Осылай. Осы екеуін тігеміз. Одан кейін мына жағын тігеміз. Түсіндіңіздер ғой да қыздар. Одан кейін мына жерін тігеміз. Одан кейін мына жерін тігеміз. Мына жерін құрастырып болғаннан кейін барып мына жерін тігеміз. Уже мына жағы дайын болады. Мына жағын жаңа айттым ғой. Екі жайған кезде осындай болып тұрады. Мына жерін тігеміз. Мына жерін тігеміз. Одан кейін мына жерін тігеміз. Осылай бүйтіп былай тігіп болғаннан кейін барып мына жерін құрастырып тігіп аламыз. Осылай. Одан кейін мына жерін тігіп кетеміз. Осымен көрпешеміз дайын болып қалады. Қазір мына жерін тігіп аламыз бірінші. Осылай аламыз. Тікіске қоямыз. Осылай бірінші мына жерін тігіп алдым, одан кейін мына жерін, одан кейін мына жерін тігіп алдым да, одан кейін мына бұрышын тігіп алдым. Мына бұрышын тігіп алдым. Сөйттім, енді мына тағы біреу бар ғой бізде. Мындай ортада үшеу болады ғой. Столға сыймағандықтан осылай көрсетіп жатырмын. Енді мынандай жерін тігіп шығамыз. Екеу болады бізде. Мынаны да солай қойып, мына жерлерін осылай құрастырып аламыз. Кейін мына жерін істеп алдық. Кейін мына жерін тігіп шығамыз. Тігіп болдық. Жаным мына жерін тігіп алдық. Енді аударамыз. Осылай түсіп. Жаңа тігіп басамыз. Енді жанына суын қоятын боламыз.